Мына бізде одан кейін мынандай әдет бар. Бір адам арағын қойып, тәубе етіп, намаз бастайды. Одан кейін бір жерде отырып, жігіттер намаз оқу керек деп айтып қалады ғой енді. Жақсы нәрсені адам көргеннен кейін басқа да көрсе екен дейді ғой. Сонда басқа адамдар, оның тарихын білетін адамдар сөйлей бастайды. Сен кеше кім едің? Сен бүйтіп сөйлемей ақ қой, сен кеше кім едің? Бұрын кім едің? Болмаса сыртынан бір өзі айта бастаймыз. Өзінше сөйлеп отыр. Өз кеше кім еді өзі деп ше? Адамдарды кешегісімен сорттай бастаймыз да. Жігіттер, кешегісі маңызды емес. Сіздің кешегі кім болғаныңыз маңызды емес. Кеше біз кім болмадық? Кеше біз не істемедік? Ертең кім боламыз әлі? Ертең не істейміз? Алла біледі. Бүгін маңыздысы. Бүгін сіз тура жолға түстіңіз бе? Болды. Ол адамның кешегісін зерттеуге, қазбалауға ешкімнің ақысы жоқ. Кеше арақ ішкен шығар мейлі, өте жаман жолда болған шығар мейлі, тәубе еткен болса, Алла Тағала тәубе етушілердің тәубесін қабыл етеді, күнәсін жоқ қылып жіберуге. Сіздің күнәңіздің есебі бар. Алла Тағаланың мейірімінің есебі жоқ, шегі жоқ. Алла кешіре алады қалаған пендесіне қалаған күнәсін. Сол үшін біз тура жолға түскен адамдардың кешегісін айтып, оны кемсітуге ақымыз жоқ. Егер олай болатын болса, Абу Суфиян радиаллаху анху кім еді? Умар радиаллаху анху иман келтіргенге дейін кім еді? Біз олар жайлы, олардың аты айтылған кезде радиаллаху анху деп айтамыз. Ол кеше кім еді деген сияқты. Абу Суфиян исламға өмірінің, пайғамбарлықтың өте көп уақытын пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтірсем деген арманмен өткен адам ол. Пайғамбарлықтың 22-ші жылында иман келтірген адам. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, сахабалардың кез келгені сендер үшін аспандағы жұлдыз. Анаусы жұлдыз, мынаусы жұлдыз. Бірақ Абу Суфиян ол кешегісі қандай еді деген жоқ қой. Кез келген сахаба біз үшін аспандағы жұлдыз. Оның әйелі Хинд. Ол Хинд Хамзаны Уахшиға да Хамзаның денесіндегі анау органдарын, мүшелерін кесіп алып кел деген адам ғой ол. Бірақ иман келтіргеннен кейін қандай адамға айналды? Бұл жердегі ескерту мынандай. Кеше мысалы жаман жолда жүріп, бүгін тура жолға түскен адамдарға айтайық. Мен тура жолға түстім, ал сен адастың деп ешкімге сөйлеуге ақымыз жоқ. Өйткені сол иман келтіргеннен кейін Хинд, Абу Суфиянның әйелі, айтады екен: ей Абу Суфиян, біз қандай жаман адамдар болғанбыз дейді екен. Біз өзіміз жаманбыз деп айта алмаймыз. Біз өзімізді мықтымын, өте әдемі, жақсы адаммын деп мақтамай-ақ қояйық, жамандай алмасақ та. Бірақ біреуге келген кезде, біреуді кеше кім еді деп оның артын қазбаламайық. Алланың алдындағы оның дәрежесі қандай екенін сіз білмейсіз ғой. Сіздің дәрежеңіз қандай, оның дәрежесі қандай екенін білмейсіз ғой.